жүруге бел буып, дүкеннен арнайы қамыр сатып алыпты. Үстел үстіне ұн сеуіп, қамырды қойғаны сол бір қызық ойдың келгені. Іске кіріскен кемпір қамырды жайып жіберіп, адам қалпындағы шелпек жасайды. Қиялына қанат біткендей шелпек балаға шоколадты көкірекше кигізіп, домалақ кәмпиттерден түйме тағады. Көз орнында қарақат тұр. Шие қосылған шекерді қыздырып, аузын шығарады. Шелпек балаға қартаң әйел қамырдан қалпақ істеп бәтеңке байлауды да ұмытпаған екен. Соңынан пешке салып ойға батқан ол өз баласы болғанын армандап кетеді. Шағын үйдің үздіксіз жұмысы көп, әрі қарай тірлігіне кіріскен әйел әндетіп жүр. Ал күйеуі пештен шыққан хош иіске тамсанып, тәтті тартуды тағатсыз күтіп отырып, әйеліне ыдыс жууға көмектеседі. Бір кезде кемпір пешті ашып піскен шелпекті шығарады. Сол-ақ екен шелпек балаға жан бітті. Қарақат көздерін қағып-қағып көңілдене күлген ол кемпірдің қолынан қарғып түсіп қаша жөнелді. Сендер мені ешқашан ұстай алмайсыңдар. Айқайлаған кемпірді тыңдамай мақтанған шелпек кете барады. Кенет оның алдынан сиыр шыға келеді. Тәтті иісті сезген сиыр тәбеттене қарап: тоқташы шелпек бала, исің қандай керемет, өзің сондай тәтті шығарсың, сені жегім келеді. Жоқ, сендер қалды келсеңдер, шал да маған жетпеді, жемейсіңдер сендер деп жеткізбеймін өйткені. Ұстаймын қазір. Ашуланған сиыр соңынан қуады, тек жете алатын емес. Мақтаншақ шелпек жүгіріп келе жатыр. Бір кезде алдынан ат шығады. Шелпек, тоқта, сенің дәміңді көргім келеді. Шал мен кемпір сиырды қалдан тұтты. Ат соңынан қуып жете алмайды. Шелпек бала қуғандардың бәріне жеткізбей қашып кете барыпты. Әбден шаршаған ол орманға кіріп, үлкен ағаштың көлеңкесіне жайғасады. Өзінің тапқырлығы мен жүйріктігіне шексіз риза. Ешкімнің ұстай алмағанына мәз болады. Демалып жатқан сол екен, ағаш бұтағына қарға келіп қонады. Қарға шелпектің тәтті түймелеріне қадала қарап тұр. Бір кезде жегісі келіп, шелпектің жанына қонады. Сол-ақ екен ұйқыдағы тәтті бала оянып кетеді. Жаңа піскен сияқтысың ғой, сені жеген келіп тұр. Қарға тап бергенде шошынған шелпек тұра қашады. Қанша жүгіргенін кім білсін, әйтеуір алдынан енді әтеш шығады. Түскі ас та келіп жетті ғой, мен сені жеймін. Кемпір, шал, сиыр, ат, қарға барлығы да қалдапты. Жей алмайсың сен мені, жеткізбеймін өйткені. Қанша қусаң да қуа бер, бәрібір жете алмайсың. Әтеш қанша қуса да шелпек оған да өзін ұстатпай кетеді. Енді қараса шелпектің жолын сары балапан күтіп тұр екен. Шелпек, мен сені жеймін. Сары балапан тұра жүгіргенімен
келгенмен шелпек жеткізбей кетеді. Қашып келе жатып шелпек астық басатын машиналар тұрған сарайға кіріп кетеді. Бұрқыраған дәмнің иісі машиналардың тәбетін ашады. Олар да шелпекті ұстап алмақ болады, бірақ бала ұстатпай қаша жөнеледі. Шелпек, біз сені жегіміз келеді. Кемпір мен шал сиырда ат пен әкеш қара балапанды жей алмады текмеді, жеткізгенін үміттері. Соңынан асыға аптыға жүрген машиналар біріне-бірі соқтығысып, нәтижесінде сарай ішінде қалып қояды. Шелпек баланың асыға аптыға жүрген машиналар біріне-бірі соқтығысып, нәтижесінде сарай ішінде қалып қояды. Шелпек бала оларға дауыстап әндетеді. Металл байсың маған, дембес әрі ер жылдап, шелпек бала мен болам. Шелпек бала сол жүгірген қалпы тоқтамай көгалда жүрген иттің маңына жетеді. Тәтті иісті тез таныған ит те шелпектің соңына түседі. Шелпек, мен сені жеймін. Бірақ шелпек шегініп, шаттана күліп, желде есіп жүгіре жөнелді. Кемпір қалды келсеңдер, шал да маған жетпеді. Сиырдан да қашtым, аттан да қашtым, қарғадан да қашtым, әтештен де қашtым, машиналардан да қашtым. Сенен оңай қашып кетем мен. Ит соңынан қуғанмен расында жете алмайды. Шелпек бала барлығынан қашып құтылып, өзін ең тасылқой әрі жүйрік сезінеді. Бойын мақтаныш кернеген ол ауылдан алыстағанда алдынан түлкі шығады. Тәтті нанды байқап қалған түлкі оның соңына түседі. Ал шелпек ұстатпай келеді. Тым қатты жүгірген шелпек әндеткенін де қоятын емес. Әндеткен сөздері түлкінің қытығына тиіп барады. Сілесі қатқан түлкі енді қулыққа басқан сияқты. Шелпек, тоқташы, осы сен неге қашып бара жатырсың? Мен сені жегім де, тіпті ұстағым да келмейді. Шелпек жүрісін баяулатады. Көңілі орнына түскенде, енді ол асықпай өзенге қарай бет алады. Өзін жемек болып артына түскен қуғыншылардан алысқа қашуды көздейді. Осылай ол су жағасына келіп жетеді. Енді не істерін білмей тұр. Өзі судан қорқады, жүзу білмейді, бірақ өзеннің арғы жағына өтуі керек. Сен маған көмектесе аласың ба? Әрине көмектесемін. Мен сен қасында, тек саған көмектесу үшін жүрмін ғой. Кел, құйрығынан ұстап арқаманын. Мен сені өзеннен өткізіп жіберейін. Шелпек түлкінің құйрығымен өрмелей жоғары көтеріледі. Сөйтіп баланы арқасына мінгізіп алған түлкі өзенге түсіп, келесі жағалауға қарай кете барады. Сен тым ауыр екенсің, белің ауырып барады, кішкене жоғары отыршы. Шелпек алдыға қарай жылжып отырады. Өзеннің орта тұсына келгенде шелпектің аяғы су болады. Ештеңе етпейді, мойның ауырды. Шелпек жүрісін баяулатады. Көңілі орнына түскенде, енді ол асықпай өзенге қарай бет алады. Өзін жемек болып артына түскен қуғыншылардан алысқа қашуды көздейді. Осылай ол су жағасына келіп жетеді. Енді не істерін білмей тұр. Өзі судан қорқады, жүзу білмейді, бірақ өзеннің арғы жағына өтуі керек. Сен маған көмектесе аласың ба? Әрине көмектесемін. Мен сен қасында, тек саған көмектесу үшін жүрмін ғой. Кел, құйрығынан ұстап арқаманын. Мен сені өзеннен өткізіп жіберейін. Шелпек түлкінің құйрығымен өрмелей жоғары көтеріледі. Сөйтіп баланы арқасына мінгізіп алған түлкі өзенге түсіп, келесі жағалауға қарай кете барады. Сен тым ауыр екенсің, белің ауырып барады, кішкене жоғары отыршы. Шелпек алдыға қарай жылжып отырады. Өзеннің орта тұсына келгенде шелпектің аяғы су болады. Ештеңе етпейді, мойның ауырды. Біраз жүрген соң түлкінің мазасы қашады. Шелпек, мына жер терең екен, су мойныма дейін жетіп қалды. Мұрным ауыртып, әйтпесе суға түсіп кетесің. Шелпек қорқып кетеді. Жылдан қимылдап түлкінің тұмсығына барып отырады.
Шелпек, бағанағы әніңді маған айтып берші, қазір құлағым жақсы естиді. Жүрегімнің тәсілін қой, осы менің әнім ғой. Дей алмайды тек мені, жеткізбеймін өткені. Ал мен жеңім. Түлкі шелпекті бас салады. Осы кезде тепе-теңдігін жоғалтқан шелпек суға түсіп жоқ болады. Сөйтіп шелпек шошақайлығының арқасында өзенге ағып кетіп, ал асыққан түлкі қанша талпынса да тәтті шелпектің дәмін татып қоя алмаған екен. Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектептің 4-ші сынып оқушыларының Шошақай шелпек ертегісін тамашаладыңыздар. Автордың рөлінде Иманқұлова Айым, сиырдың рөлінде Айғожа Ерасыл, машиналардың біреуінің рөлінде Мергенбай Хамза, түлкінің рөлінде Рамазан Каусар, Шошақай шелпектің рөлінде Дәулетжан Лашын, атаның рөлінде Ахат Алихат, апаның рөлінде Айтжан Еңлік, балапаның рөлінде Ескендір Іңкәр, Қарғаның рөлінде Ермек қызы Аяру, иттің рөлінде Күмісбек Нұрмұхамед, аттың рөлінде Жарқынбек Данияр, машинаның рөлінде Тойлыбай Мадияр және Әтештің рөлінде Тоқтарғазы Дидар.